Менің аты-жөнім Бақытжан Жансая, және мен НЗМ мектебіне 1118 балмен түстім. Ақтөбе қаласы бойынша мен 700 баланың ішінен 12-ші орынға ие болдым. Мен Нишқам даму академиясы дайындалдым. Сәлім ағай бізге көптеген есептерді берген және өте қызық болған. Пицца-таймды ұйымдастырған. Сәлім ағай барлық есептері келді. Біз даму академиясында математикаға және сандық сипаттамаларға көптеген есептерді шығардық. Солардың барлығы маған әсер етті. Оларға мен тек айта аламын, дайындалсын, сосын Нишқа түсуге мақсат қойып түссін. Сәттілік тілеймін оларға. Ерінбей көп есептерді шығарып, Назарбаев зияткерлік мектебіне түсіп, мен сіздерді күтемін. Мектепте көптеген үйірмелер бар. Мен қатысамын. Тілдер, екі тілдің ол неміс және француз тілі, программирование жағынан мен робототехникаға қатысам. Және мен олимпиадная физика үйірмесіне қатысамын. Солардың бәрі тегін. Даму академиясына мен тек сәттілік тілеймін. Олардың көптеген оқушылары үздік мектептерге түссін. Басында біз НЗМ-ға дайындайтын мектепті іздедік. Содан кейін Инстаграмнан реклама шықты. Содан кейін біз Даму академиясына жазылып, қазан айынан бастап дайындалдық. Олар Амина, Ботагөз, Баубек. Бір класста мен Ботагөзбен оқимын. Ал Жансая, сізді Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеніңізге шын жүректен құттықтаймын. Біздің Жансая бірінші осыған аяқтап келіп жатыр. Осыған дейін ең мықты дайындалған оқушыларымыздың бірі. Бүкіл Ақтөбе бойынша былтыр, мысалы ағылшын пәнінен ешқандай бала 200 алмаған, биыл тек бір оқушы ғана алды. Ол біздің Бақытжан Жансая. Сіздер де балдар математикадан, сандық сипаттамадан барлықтарыңыздан дайындалыңыздар, әдемі нәтижелер шығады. Біздің Жансаяға Даму академиясының атынан біздің ең үздік оқушымыз осындай жеңісті күндері көп болсын деп бокал сыйлап жатырмыз. Ылғи да шай ішкенде, кофе ішкенде осыған құйып бізді еске алып отырыңыз. Осындай оқу орталыққа келіп дайындалып түскеніңізді. Және де осындай блокнот арнайы Жансаяға да жасалған. Осының ішіне өзіңіздің жетістіктерін жазыңыз, мақсаттарын жазыңыз. Және оның бәрі орындалсын, армандарыңыз, тілектеріңіз. Сізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Мен сізбен мақтанамын.